Шынар екеумізді ағай екеуің де бір-бірімен біріксеңдер, синергия боласыңдар, алға жылжу даму болады деп ағайдың өзі қосып берген болатын. Мен ойлаймын, Алла денсаулық берсін, көресіздер алдыда өзінің ешқандай біреуге жұмыс істемейтін, жақсы табыс табатын, еліне, жұртына қызмет істейтін адам болады. Жан, сіз вообще мені бөліп отырсыз. Мен просто мен ойлап қалдым, свадебный айтып отыр ма, неде шатасып отыр ма деп. Ахметбек ағайға алғысымыз өте шексіз. Жоқ, ананы айтайық шеше, біз скоро. Көзінен от көріп тұрмын да, көзінен от көріп тұрмын. Осы курста мен бөлік оқып жатқан жоқпын ғой сен, да? Айтшы, бірдеңе істеп жатсың ба, қалай? Істеп жатырмын. Курсқа келмей тұрып, өзімнің бұрыннан интернет-магазин ашу арманым болған, қыздардың киімдері жағынан, сол жағынан өзім жақсы білем, былай экспертніс жағынан, сол жағынан хабарым бар. Бірақ курсқа келмей тұрып білмедім неден бастарымды. Арманым болған, айналайындар, арман болсын, армансыз адам қанаты жоқ құс, қанаты жоқ бүркіт сияқты. Ары қарай есеп етсін. Бірақ не істерімді білмедім, курсқа келмей тұрып неден бастау керек екенін білмедім. Курсқа келгеннен кейін бірден үйрендім жарнама жасауды, Инстаграм парақша ашуды, тестировать етуді. Тестировать етуді, чек-лист, басқа да товарларды салдым, бірақ киім жағынан все-таки өзіме жақын, өзім экспертніс жағынан жақсы білгендіктен киім нишасын таңдадым. Енді қазір ағайдың айтқаны бойынша бірге бір істеп киім жағынан табыс тауып жатырмын. Алда жоспарларым бар, бәрін жоспар бойынша істеп жатырмын. Қазір 90 мыңға жуық таптым. Оны мен былай азырақ болып тұр, себебі мен барахолкадан алып солай істеп жатырмын да. Нормально барахолкадан істей бер. Ана Қадыр деген жігіт, осының алдында оқып жатқан жігіт 300 миллионға сатты сентябрьден осы уақытқа дейін. Негізгі мен Шынардың өмірін былай көріп отырмын. Егер мен айтқанды ары қарай бірге бір істейтін болса, қазір просто жол салып алу керек. Ең біріншісі сауда. Кімде торговый канал қолында, сол король. Қазір мысалы сен Инстаграм топты ашып, қуаттың сабағын көріп жатсың ба? Көрдің, азаматтың сабағын қатынасың ба? Таргетинг, то есть Telegram, Инстаплюс деген жасау. Бүгін таргетинг үйреніп аласың. Инстаграмдағы парақшаңдағы адамды 100 мыңға жеткізем деп мақсат қой осы жаңа жылға дейін. 100 мыңға жеткізіп алсаң, көліктерін түгел эксперт болып алсаң, сонан кейін сен кез келген Қытайға барасың ба, индиялықтарға ма, Россияға ма, Қырғызстанға ма, өз маркаңды Шынар деген марка жасайсың. Принципі көбінесе атын қоюға болмайды, бірақ осы жерде Шынардың аты әдемі. Шынар деп келіп тұр да, Шынардай, Шынар деген талды білесіңдер ғой, түп түзу әдемі сүмбет ал. Шынар деп марка жасап, логотипін жасатып, соң кейін жаңа қайтасың. Тігіп жатқан любой фабрикаға барасың, көйлегін айтасың. Менің логотипімді салып беріңдер мынаған. Бітті, менен басқа ешкімге сатпайсың. Ол саған тура табанын жалап ресторанға апарып тұрып, сен саған жасауға. Еще айтасың, мен саған қазір 30% мысалы 3 миллионға төлеймін, маған 10 миллион теңге товар берсең береді. Знание силы, знание богатство, білім деген байлық. Өз торговый марканы жасау, өз брендін жасау. Құралай Нұрқадилова деген сияқты жаңағы. Коллинз бар тағы. Соның бәрі бар ғой. Олар өндіріс емес. Оның бәрі бір осылай Шынар сияқты бір қыздардың неменесі, торговый маркасы болды. Кока-колада бір завод жоқ, Дольче Габбанада бір завод жоқ. Олар тек қана бренд. Осыны Шынардың жасаған бәрін жасай аласыңдар, принципе. Жасап отыр ғой, 90 мың теңге ақша тапты, бір ай болған жоқ әлі. Ауылдан келген, қазақ мектебін бітірген, қарапайым қазақтың қызы. Алла қаласа, мен ойлаймын, Алла денсаулық берсін, көресіздер алдыда. Өзінің ешқандай біреуге жұмыс істемейтін, жақсы табыс табатын, еліне, жұртына қызмет істейтін адам болады. Бәрің осыны істей аласыңдар, кез келген. Сәлем достар, бүгін тағы бизнес бастау YouTube арнасы, сіздермен Бауыржан. Бүгінгі сұхбат кереметтей тағы бір ерекше болайын деп тұр. Себебі бізде 20-ші ағымда оқып, бірге сол жерде танысып, бірге кәсіп бастап, қазіргі таңда бір жанұя болып отырған Сейді Ахметовтердің шаңырағына келіп қалдық. Шаңырақ болғанда енді өзінің несі, кәсіп орны бірге жасап отырған. Бастауларда, табысқандарда бір негізінде бұндай жанұялар бізде келіп танысып, табысып кеткен жанұялар біраз баршылық, бірақ солардың мінекей біреусіне жолығып сұхбаттасу бұйырған екен. Ойлаймын қазір өздері Ердәулет, Шынар өздері айтып берсін, қалай танысып, қалай не істегені, қазір кәсіп жайлы, кәсібінің қыр-сыры жайлы, болашақ жоспарлары,
деген секілді. Ердәулет, өзің басынан бастап қысқаша айтып беріп баста. Біз негізі 20 шағымға келгелі біраз уақыт өтті ғой, енді 2 жылға жуық уақыт өтті, 2 жылдай болды. Сол кезден бастап негізі бізді ағай қосып берген болатын. Ол менде 10 басы болған, Шынарда 10 басы болған. Яғни 10 бас талқысында 10 басы, иә, бірінші жиналысында. Соны табу керек. Бірінші жиналысында бізге ағай сұрады, кәсіптерің қандай, немен айналысасың деп. Сол кезде Шынар екеумізді ағай екеуіңде бір-бірімен біріксеңдер, синергия боласыңдар, алға жылжу даму болады деп ағайдың өзі қосып берген болатын. Сол енді ағайдың себепшілігімен біз кәсіпте бастадық. Кәсіп одан бөлек біз бір-біріміздің өмірлік серігімізді тауып, отбасылы отқан жайымыз бар осылай. Одан алдын таныс емес едіңдер, да? Одан алдын жоқ, таныс емес едік. Бір-бірімізді білмейміз да, бірінші рет көрісіп, сөйтіп кәсіп деп жүріп, арасында ортада махаббат пайда болып, сөйтіп үйленіп, сөйтіп Керемет. үй-жай болып кетті. Бірінші кәсіп не болды сонда? Бірігіп істеген? Бірінші кәсіп сол бал болды ғой, мед. Иә, балмен айналысып, кейін балды қойып, сөйтіп басқа салаға секіріп, соңында осы көйлекке келіп жұмыс жасап отырмыз. Көйлекке қалай келіп қалдыңдар? Осы салаға қалай келдіңдер? Көйлекке бұл негізі Шынардың идеясы болатын. Шынар кішкентайдан өзі осы көйлек саласына қызығып, суреттер салып, дизайнерлік өзінің қабілеті болғандықтан, сосын Шынардың идеясы болатын. Сосын ары ойланып, әйтеуір бастап кеттік, сөйтіп келдік. Негізі Шынардың идеясы болатын. Шынар, енді сенде бұрында осы салада тәжірибең болды ма? Қалай, қайдан пайда болды сол идея? Барлық нәрсе жалпы бала кезден дамиды ғой. Менің кішкентай кезімде қызығушылығым болатын, дизайнер болсам деп көйлектердің үлгісін салып, тігіп деген секілді. Одан кейіннен өнер академиясында оқыдым. Сол кезде маған өзіме көйлектер өте көп керек болды, сахнаға, жүргізушілікке. Сол кезде қаладан көйлек іздейтінмін, прокат, продажа деген секілді. Сол кезде бұл сала ол кезде жоқ етін. Одан кейін ой келді, неге өзіміз ашпасқа, неге осындай бизнес бастамасқа деген секілді. Сол кезде ағайдың жанында жүрген етінмін, өзім командада. Одан кейін Ердәулетке осы идеяны айттым. Ердәулет басында әрине түсінбеді, қарсы болды. Одан кейін бастап көрейік деп, сонымен бастап кеттік. Қазір 2 жыл болды осы кәсібімізді дамытып жатырмыз. Енді қазіргі таңда бұл кәсіптің несі ғой? Табысы, айналымы? Негізі бастапқы уақыттарда көйлектің санына байланысты әркімнің табысы әртүрлі болады. Мысалы бізде бастапқы уақытта біздің 30-ақ көйлегіміз болды. Сол 30 көйлекпен біз 1 миллион 200, 1,5 миллион шамасында жасап отырдық. Ол бірінші алғашқы жылдары, иә. 30 көйлекпен? 30 көйлекпен, иә. Енді одан кейін екінші жылдан бастап, бірінші жыл өтті, екінші жыл басталған уақыттан бастап біз 4 миллион, ең максимальный пигіміз, кассамыз 4 миллион 800 мың теңге болған кез болды. Керемет. Иә. Бұл тойдың сезонның кезінде примерно солай болды ма? Сезон таңдағанда біздің ең основной клиенттеріміз, мамамыз, былайша айтқанда, ол біздің тойлармен, тойға дружка невеста, сосын фотосессияға алатын қыздар, қыз-келіншектер, ұзатуға кететін қыз-келіншектер, сосын жылына 1 рет мектеп бітіруші түлектер болып табылады. Сол уақыттарда біз жақсы жұмыс істейміз. Негізі традиционный, жалпы дәстүрлі бизнес секілді барлық уақытта бұл бизнес жүре береді. Тек январь айында ғана сәл төмендейді, қалған уақыттың барлығында жүре береді. Көбісі түсінбей отқан шығар мама деген. Мама деген жалпы бұл бизнес бастаудың өзіміздің ішімізде қолданып жүрген, қалыптасып кеткен термин. Яғни оның біртіндеп тарап айтатын болсақ, менен алуы мүмкін адамдар, яғни аудитория. Соны біз қазақшалап кішкене мама деп қысқартып алған жайымыз түсінбеген адамдарға. Жылдық оборотымыз где-то 36 миллион деп айтуға болады. Жылдық. Керемет. Жылына 36 миллион, сонда айына 3 миллионнан жоғары. Иә, бір айда мысалы 2,5 болса, кейде 3,5, 4. Бұл орыннан бөлек, бұл кәсіптен бөлек біздің екінші кәсібіміз бар. Ол кәсіпті біз осы кәсіпті ашып, айналдырып, одан кейін әйелдер киімін аштық. Ол жақтан да біздің табысымыз бар, әрине. Ол жақтың ашылғанына 1 жылға жуық уақыт болды. Ал мына салонымыздың ашылғанына 2 жылға жуық уақыт болды. Сонымен екі жақтың табысын егерде айтар болсақ, онда айлық табысымыз 5-6 миллионға барады. Керемет. Енді рентабельность қанша пайыз? Рентабельность деген бұл жерде бізде услуга болғандықтан, бұл жерде продажа емес та. Яғни көйлектің себестоимости болады, себестоимостьтан кейін көйлек барады да бізге қайтып келеді.
яғни бір көйлек бірнеше уақыт қызмет ете алады деген сөз. Сондықтан бізде основной шығын мысалы аренда, қыздардың зарплатасы деген сияқты, сосын ай сайын біз көйлектер жаңалап отырамыз, яғни ол уже инвестицияға кетеді. Шамамен 3 миллион болса, соның 1 миллионы өзі ішкі оборот, яғни 1 миллионы аренда төлеу, қыздардың зарплатасы плюс жаңағы бизнестің дамуына салынатын қаржы, яғни дамуына инвестиция салынады. Соны барлығы осыны 1 миллион деп айтсақ болады. Былай айтқанда 2 миллион таза пайда деп айтуға болады. 2 миллион таза пайда деп айтуға болады. Мінекей көріп отырғандарыңыздай да, жастарыңыз қаншада? 22-де. 22-де. Мен 22-25 жастағы жастар айына ауыз толтырып айтарлықтай табыстарын тауып кәсібін жасап жатыр. Бұндай кәсіпті, бұндай саланы негізді Қазақстанның кез келген өңірінен, кез келген адам, кез келген жастағы адам жасауға толыққанды мүмкіндік бар. Оған нағыз мысал, үлгі осы жастар, мінекей көріп отырғандарыңыздай. Енді қазіргі таңда дәл осы саламен қанша уақыт болды айналысып отқаныңа? 2 жыл болып қалды. 2 жыл болды. Біргесіңдер қанша жыл? 2,5 жыл. Неден ғой, 20-шы ағым 6 айда басталды ғой, 2017-нің июнь айында басталған. Сол уақыттан бері біргеміз. Сонда 2,5 жыл болды қазір. Отбасын құрғанымызға 1 жыл болды. Отбасы құрғанға 1 жыл. Тамаша. 1 жылға жуық уақыт. Керемет. Енді бір-бірлерінің жауапты орындарын қалай бұл салада қазір? Кім немен айналысады деген секілді? Иә, біз міндеттерді басынан бөліп алдық. Ердәулеттің міндеттері көбінесе финанс жағы, юридический жағы, командамен жұмыс, ал менің жұмысым көбінесе көйлек таңдау, фотосессия, Инстаграм дегендерге мен жауап беремін. Жарнамаға да сен? Иә. Ердәулеттікі, иә, финансовый жақтары, менікі пиар жақтары. Бір көйлектің орташа есеппен маншаға дейін аренда тұрады. Көйлектердің сүю керек, махаббаты болу керек, ол көйлектердің білу керек деген сияқты ше. Расымен де сол көйлектерді білу керек, махаббаты болу керек. Сосын тағы да бір ескеретін жағдай бар. Әрбір көйлекті таңдаған кезде ол арендаға, жалға беруге қолайлысын таңдауға тырысу керек соның үстіне. Себебі бұл бизнес болғаннан кейін, кәсіп болғаннан кейін сізге әрбір көйлек максималды табыс әкелу керек та. Бізде бір көйлектер бар, 100-ші рет прокатқа беріп жатқан. Яғни ол көйлекті мысалы біз 50 мыңға 60 мыңға алдық та, мысалы 20 мың 15 мыңнан айландырып, мысалы өзінің маржасын, мысалы былайша айтқанда 500-600 есе кемінде 1000 есеге дейін, максимально 1000 есеге дейін әкеліп жатқандары бар. Сосын өзін 1000 есе өтеп айтты. Иә, 1000 есе әкеп табыс әкеп жатқан көйлектер бар. Яғни біз ашылғалы бері сол көйлектер айналып жатқан көйлектер былайша айтқанда. Яғни бұл өте артықшылық деп айтамын да. Ондай көйлектерді сонда сапасы мықты болу керек болып тұр ғой. Сапасы мықты болу керек. Сосын мысалы тастары, нелері тым көп болатын болса, ол тастар түскен сайын оның бағасы да түседі, оның сапасы да түседі, оның клиентке өту ықтималдығы да түседі. Сондықтан осы нәрселерді маңызды. Жақсы. Енді жалға беру мынанша бағадан мынанша бағаға дейін. Бізде көйлек біз 3 типқа бөліп қарастырамыз. Бізде вечерный көйлектер, яғни кешкі көйлектер, одан кейін қыз ұзату көйлектері және де той көйлектері. Бізде вечерный көйлектер 10 мыңнан 35 мыңға дейін аралығында, ұзату көйлектері 35 мыңнан 90 мың аралығында, той көйлектері 90 мыңнан 350 мыңға дейін аралығында. Келіншектің той көйлегі ма немесе? Свадебный көйлектер. Свадебный көйлекті кәдімгі. Ол бізде басқа салонда қазір. Екінші сіздердің дүкендеріңіз, яғни сатумен айналысатын көйлек, сатумен айналысатын дүкен, иә? Жоқ, ол жақта әйелдер киімі. Әйелдер киімі. Олардың бағалары? Біз тек қана Түркиямен жұмыс жасаймыз, яғни бізде Китай немесе басқандай производство жоқ. Тек қана Түркиямен арнайы өзіміз барып таңдаймыз, эксклюзивті товар алып келуге тырысамыз. Сондықтан ол жақта баға 15 мыңнан жоғары, киімдердің бағасы 15 мыңнан жоғары кетеді. Қашан нешеге дейін? 100 мың, 200 мың? Жоқ, 100 мың, 200 мыңға дейін. Мен де 100 мыңға дейін қазіргі таңда. Айына енді сол жаңағы вечерний той дегендердің
қайсысы көбірек сұранысқа ие? Ең көп сұранысқа ие ол кешкі көйлектер. Себебі мысалы ұзатылатын қыз ол өмірінде бір-ақ рет көйлек киеді, то же самое невеста тоже бір-ақ рет көйлек киеді, ал кешкі көйлектерді адам тойға барған сайын, бір қонаққа барған сайын киіп барады. Сондықтан ең көп айналатын көйлектер ол кешкі көйлектер. Сосын мен толықтыра кетейін. Свадебный көйлек бізге соңынан келген идеяда. Негізгі біз анализ жасадық, біз өзімізге келіп жатқан клиенттерімізден вечерін аштық қой, содан кейін бізге 80% табыс, 80-20 принцип паретта бар, 80% табыс бізге дружка невесты, яғни тойда дружка болатын қыздар екен табысқа келетін ше. Сондықтан ойладық, значит, неге спрос болса дружка, значит, ол бізде 80% той. Яғни тойға свадебаға көйлектер бір жерден алып жатыр деген сөзді. Сондықтан біз осы свадебный көйлектің рыногына кірейін деп шештік. Қазір уже свадебный көйлекті жайлап бастап жатырмыз. Қазақта той бітпеген дейсің? Иә, қазақтың тойы бітпеген. Енді той бітпеген, сосын ең басты той бұл ұзату тойы мен үлкен той ғой. Үлкен той мен ұзату той бұл әрбір қазақ үшін маңызды тойларды. Сондықтан бұл саланың жалпы болашақта потенциалы жоғары. Яғни болашағы бар саға деп есептейміз. Жарнама жағы қалай? Қалай көңіл бөлесіңдер? Оған қаншалықты ақша бөліп жатсыңдар, немесе жарнаманың қай түріне акцент қойып жұмыс жасап Көбінесе жұлдызды жарнама, бұл салаға керегі жұлдызды жарнама. Бізге жұлдыздар өздері жазып, өздері шығады қазіргі кезде. Біз сол кісілерге көйлек беру арқылы, олар бізді өз инстаграмдарында жарнамалайды. Сол арқылы біздің танымалдылығымыз артады. Ең басында біз қалаулым жобасымен жұмыс жасадық. Ол бізге өте үлкен пиар алып келді, және танымалдылық алып келді бұл салада. Одан кейін оларға көйлек беріп отырдыңыздар ма сонда? Иә, біз олардың официально спонсоры болдық. Қатысушыларға көйлек бердік, жүргізушілерге көйлек бердік. Одан бөлек белгілі продюсерлер Баян Мақсатовна секілді, Мөлдір Әуелбекова, Анель Аринова секілді продюсерлер бізден өзінің жүзім тобы, кешу тобы өздеріне бізден көйлектер алып тұрады. Сол жарнамаға біз көбірек көңіл бөлеміз. Одан кейін әрине таргетинг және де осы жарнамалар негізі көбінесе пиар және таргетинг. Біздің основной сататын каналымыз бұл Инстаграм. Яғни біздің Шайндресті көргісі келген адам біздің бірінші Инстаграмға кіріп көреді. Сондықтан біз көбінесе Инстаграмға көп күш саламыз. Мысалы, фотосессиямызды профессионалды модельдер жалдаймыз, профессионалды арнайы орындар фотостудия жалдаймыз, сосын профессионалды түрде фото, видео съемкамыз жасаймыз. Сол нәрсені Инстаграмға салғаннан кейін көп адамға көрсету керек болады. Соны біз таргетинг рекламамен жіберіп отырамыз да көп адамға көрсетеміз. Яғни жұлдызды рекламаның сыртынан бөлек былайда рекламалар жасап отырамыз. Енді финанс жағынан мен де отырмын, айына где-то 30-35, кейбір айларда 40 мыңға шейін бюджет салып отырамыз рекламаға. Мысалы, сіздердің жарнамаларыңызды қаяқтан көреді? Қаяқтан көреді де сіздерге қалай хабарласады? Хабарласқаннан кейін сіздердің бірінші шараңыз не? Звондайсыз ба, немесе оны кездесуге шақырасыз ба? Телефон сатасыз ба, немесе осы жерге әкеліп сатасыз ба деген секілді? Бізде клиент бірінші кезекте іздеген кезде ол Инстаграмнан іздейді, өзінің өнімін Инстаграмнан іздейді. Инстаграмға кірген кезде адамна бірінші бутигін сататын. Егер сенің бутигің нашарда болуы мүмкін, бірақ Инстаграмың әдемі болса, көйлектердің сапасы, яғни көйлек киіп түскен модельдерің жақсы болатын болса, ол уже бірінші продажа болып есептелінеді. Сен клиентке өзіңді сата алдың деп есептелінеді. Одан кейінгі ол салонға келген кездегі продажа болып есептелінеді. Егер салонның әдемі болып тұратын болса, сосын обработка жасайтын қыздар біздегі. Қыздарымызда бізде өте обученный, әрбір көйлекті біледі, қалайсысы қай қызға тұратын. Қыз есіктен кірген кезде уже үстіне кигізіп көрсетіп айтып бере алады, қай көйлек келеді деген сияқты. Сонда эксперті болу керек. Яғни бұл артықшылықтары. Сол кезде уже сатушы клиент ұстап қалу керек болады. Одан кейінгі нәрсе, клиент алғаннан кейін ол клиентті пожизненный LTV, яғни өмір бақи сенің клиентіңе айландыру әрекет жасау керек. Біз бұны Шайндресте клиент 3 рет алғаннан кейін бізге өмір бақи біз ол кісіге 30% скидка береміз. Яғни бізде, мысалы, біз үшін қатты ол құнды емес, себебі прокат болғаннан кейін көйлек барады, қайтып келеді. Ал клиент үшін 30% деген, мысалы, 15 мыңның көйлегін 10.500 теңгеге қалған ол клиенттің қалтасына кәдімгідей салмақ тиеді. Ал клиентте, мысалы, ол
бүгін жүреді, ертең жүреді, мысалы бір апта, бір ай өтеді, сосын той деп ар жақтан шақыру келеді. Сол кезде клиенттің қыз баланың бойы, ол көйлегі болады. Сол кезде көйлек деген кезде бірден біз есіне түсіп, ол бізге келе отырады. Осындай жұмыстар жасап. Тамаша, керемет, әдемі түсіндіріп берді. Воронкамен. Енді осы воронканы тағы бір қайталап өтсек, 10 адам хабарласса, қаншауы дүкенге келеді? 6-7 қыз келеді. 7 қыз келеді. 7 қыз келсе, қаншасы прокат алып кетеді? 7 қыздың 5-6 алып кетеді. Тамаша. 5 деп ойлайық жарайды. 5 алып кетсе, қаншасы қайта алады? 4-3 алады. Супер. Бұл деген сөз конверсия, яғни воронканың конверсиясы бұл өте жоғары. Бұл тікелей қызметке байланысты, яғни осы жердегі клиентті қарсы алуға, онымен дұрыс жұмыс жасағанға, осы жердегі атмосфераға, тағы біраз нәрсеге байланысты нәрселер. Егер 10 адам келіп, 2-3 ғана прокат алып кететін болса, ол кезде ол өте төмен нашар көрсеткіш. Яғни 10 адамның 7-8-і алатын болса, ол жоғары көрсеткіш. Керемет. Жаңағы конверсияның жоғары болуына, келген адамның осы жерден риза болып шығып кетуіне тікелей осы жердегі қыздар, осы жердегі персонал тікелей себепші, дұрыс па? Иә, әрине. Сол персоналды қыздарды қандай талаптарға сай таңдайсыңдар, қандай нелеріне, қандай навыктарына, дағдыларына, машықтарына қарап таңдап аласыңдар, өздерің қабылдайсыңдар. Сол жағын айтсың. Бізде ең бастапқы жаңағы клиент бізді Instagram арқылы іздейді. Сол кезден бастап клиентке жауап беру басталады. Яғни директ арқылы немесе WhatsApp арқылы клиентке қыздарымыз біздің өте профессионалды түрде клиенттің барлық сұрақтарына дер кезінде дәл уақытында жауап береді. Одан кейін клиент кірген кезде бұл жаққа бізде арнайы администраторымыз клиентпен жұмыс жасайды. Екінші, үшінші сатушыларымыз олар клиентті киіндірумен айналысады. Арнайы біз өзіміз білімімізбен оқытқан қыздарымыз, администраторларымыз клиентпен планшет арқылы жұмыс жасайды. Яғни клиентке қандай ассортимент бар, ол клиентке қандай көйлек жақсы тұрады, ол клиенттің яғни артықшылығын көрсетіп, кемшілігін жасырып деген секілді әр клиенттің өзі, әр қыздың өзінің жаңағы фигурасына лайықты етіп көйлек таңдап береді. Одан кейін екінші қыздарымыз сол көйлекті алып клиентке кигізіп көрсетеді. Үшінші қызымыз бізде клиенттен бронь алып қалады. Яғни оның аты жөнін, келісім шарт толтыру, қол қою, чек беру деген секілді жұмысты уже үшінші қыз жасайды. Осылай барлығы команда болып жұмыс жасаймыз. Ол да бірден қалыпқа келген жоқ, бірден бұндай дәрежеге келген жоқ. Қыздарымыз жаңағындай тұрмысқа шығып кету, яғни қызбен жұмыс істегеннен кейін кез келген уақытта тұрмысқа шығып кетеді деген секілді сондай жағдайларда болды. Одан кейін сотрудникпен келісім шартқа отыратын болдық. Яғни бізге кірген қыз бір жылға дейін тұрмысқа шықпайды, яғни ешқайда кетіп қала алмайды бізден деген секілді. Себебі біз үйреткен қыздар жарты жылдан кейін тұрмысқа шығып кеткен кездері болды. Немесе ана болатын болып, сондай кездерде болды. Ал біз оны барлық уақытымыз салып үйреткен кездерімізде қыздарымыз кетіп қалады. Сондықтан біздің сотрудниктармен өзіміздің арамызда тағы да келісім шарт бар. Одан кейін бізде Ахметбек ағай үйреткен арқылы адамгершілік және профессионализм дейді ғой. Ағай айтушы еді сол кезде адамгершілігі бар адамды алыңдар деп. Себебі профессионализмға үйретіп алуға болады деп. Бізде сол бойынша жұмыс жасаймыз. Адамгершілігі болса, бұл саладан хабар болмаса да біз оны үйретіп аламыз. Сосын біз ол кісілерді, мысалы жаңа мотивация беру деп отырмыз, сотрудникке мотивация беру. Олардың бекітілген бір несі болады, жалақысы болады. Сосын ол кісілер әрбір не біз план қоямыз. Сол планға жұмыс істесе, айына 30 мың мен 60 мыңның арасында премия беріп отырамыз. Және де бізде ағай үйреткендей тағы да командамызда неше түрлі іс-шаралар болады. Оларды жаңа қыдыртуға, киноға деген секілді алып барып, өзіміз уақыт бөліп қыздарымызға солай қыдыртып, командамыздағы ауызбіршілікті сақтап қалуға тырысып отырамыз. Еще ол тимбилдингті тек қана біз ғана шешпейміз, қыздардың өздері таңдайды. Кейде KFC-ға барамыз дейді, кейде киноға барамыз деп. Солай бір-біріміздің ара қатынасымыздағы махаббат коэффициентін көтереміз. Ердәулет, енді Шынар, енді осы саланың енді кішкене қыр-сырларына тоқталсақ.
нені білу керек, бастағанға ақша қажет па, не нәрсеге мән беру керек деген секілді сұрақтарға жауап берсек. Бастайтын болса, сіз секілді мысалы қазір көрді, сіздерді естіп отыр, көріп отыр, ықыласы оянды, ниет ашылды кейбір жастардың. Дереу алып бастап кетпейді ғой, бірдеңелерден, бірдей этаптардан өту керек деген секілді. Сол этаптарды айтып берсек. Егер де бұл саламен қыз бала айналысқысы келсе, ол алдымен өзінің көйлектерін жалға беріп ашуға болады. Оны көру керек сөйтіп. Иә, солай. Просто дәмін көргенге. Иә, солай көруге болады. Басында бізде 30 көйлекпен бастадық бұл кәсіпті. Сондықтан қаржысыз да бастауға болады деп айта аламын. Мүмкін біреулермен келісіп, мүмкін өзінің құрбыларының көйлектері деген секілді көйлектерді жалға беріп, айналдырып, бастапқы капиталда солай жинауға да болады бұл кәсіпте. кәсіпте. Ешқандай ақша салмай-ақ, өзінің әдемі көйлектері болса, құрбыларының әдемі көйлектерін жинап ақ, арендаға беріп, бастап көруге болады. Тамаша, жақсы ой салып отыр, жақсы не беріп отыр. Мысалы айтып отыр. 30 көйлек алып бастадық дедіңдер ғой. Қаяқтан алып бастадыңдар? Сол 30 көйлектің ішінде мен өз көйлектерім де болды, менің құрбыларымның да көйлектері болды. Одан кейін сол бизнес бастау арқылы ең бастысы біз орта таптық. Сол жақта бір жаңағындай адамдар болды, көйлекпен айналысатын. Сол адам арқылы біз көйлегін алып, сол кісінің солай айналдырып бастадық. Бірінші сол көйлектерді айналдырып, одан кейін қаржысын беріп деген секілді, яғни реалға алған секілді бастапқыда солай алып, солай бастадық кәсіпті. 30 көйлектің өзімнің құрбыларымнан, өзімнің көйлектерімді бәрін жинап 30 көйлекпен бастадым деп. Соны арнайы бір жерге осындай жалдап бастадым ба, немесе үйден ақ беріп таратып бастадым ба? Негізінде мен бизнес бастауға келе салысымен идея келген кезде өзім былай беріп көрдім негізінде. Өзімнің де ортам болды, өзімнің де сахнаға шығатын жаңағы таныстарым болды. Өзім былай беріп көрдім. Одан кейін идея келген кезде, Ердәулетке айтқан кезде, біз уже 2 адам болғаннан кейін, біз сразу осындай орын алдық, салон алдық. Салонға қойып, одан кейін айналдырып, одан кейін көйлектерді көбейтіп, қазір 2-ші точкамызды ашып деген секілді солай көбейдік. Жалпы басында 30-бен бастадыңдар, ал қазіргі таңда қанша көйлек? Қазіргі таңда кешкі көйлектер 200-ге жуық, одан бөлек свадебный көйлектер мен ұзату көйлектер бар. Және де өзіміздің жаңағындай апта сайын өзіміздің енді көйлектер шығып жатыр. Жалпы 200-ден астам көйлек. Иә, егер де барлығын қосатын болса 300-ге жуық көйлек. Так, ары қарай одан кейінгі этап бірден аренда алу керек па, немесе жоқ? Аренда алу асықпау керек па деген секілді. Айналысатын адам өз ісін жақсы білу керек. Яғни көйлектің қыр-сырын, размерлерін, қай көйлектің трендта екенін, қай көйлектер прокатқа шыдайды, қайсысы шыдамайды, сол жағынан бәрінен кішкене білімі, хабар болу керек. Екінші, әрине өз ісіне деген махаббаты болу керек. Яғни кез келген адам айналысып кете алмайды көйлекпен. Оны да мысалы жаңағы түсіну керек. Көйлекті түсіну керек, қандай көйлектер мысалы жаңағындай адамдарға ұнайды, біздің менталитетке сай. Мысалы біз Түркия елінен және де басқа елдерден де көйлек алдыртамыз. Сол кезде әр елге шығарады. Мысалы түріктер арабтарға көбінесе көйлек шығарады деген секілді. Қытай мемлекетінде жаңағы өздеріне көбінесе Азияға көйлек шығарады деген секілді. Яғни қазақтың менталитетін ескеріп отырып, соған сай көйлектер таңдай білу керек. Ескере отыру керек, себебі бізде қазақта қыздар ашық киінбейді, кеудесі қолы ашық көйлектер кимейді деген секілді. Сондықтан біз мысалы кейде көйлекті алып, одан кейін өзіміз жасаймыз, ол көйлекті тіктіреміз, қол тіктіреміз. Сондықтан ең басты білу керек шарт, ол өзінің клиенттеріне қандай көйлек керек екенін білу керек. Сол себептен де біз осы 1-2 ай болды өзіміз көйлек шығара бастадық, өзіміз көйлек тігіп, производствомызды бастадық. Себебі біз түсіндік қазақ қыздарына қандай көйлек керек екенін. Олардың барлығы көбінесе жабық көйлек киеді. Қазақтың келіншектері мүлдем ашық кимейді, жабысқан көйлек кимейді деген секілді. Сол спросты көріп біз өзіміз көйлек тігуді бастадық. Тамаша. Осы нәрсені ескеру керек. Жақсы. Енді кәсіп болғаннан кейін қиындықсыз болмайды бәрібір. Клиенттермен қиындық болады, болмаса басқа да бір проблемалар болады. Сол мысалы қазір тікелей мысалы енді қызмет саласы болғаннан кейін клиент
тұтынушылардан неше түрлі тұтынушылар келуі мүмкін, өздерінің неше түрлі мінездерімен деген секілді. Соған байланысты бір қиындықтар, мәселелерді бір ескеріп кетсеңдер көріп отырған адамға кішкене толыққанды картина болу үшін. Жалпы клиент пен адаммен жұмыс істегеннен кейін әртүрлі жағдай болады. Тем более бізде әйелдермен, қыздармен жұмыс істегеннен кейін әрбір қыздың өзінің мінезі болады. Бастапқыда біз енді ашылған кезімізде біздің көйлектерді кейбір клиенттер ұрлап, өздері прокатқа беріп жүрген кездерде болған. Ұрлағанда қалай? Бізден көйлекті прокатқа алған секілді алып кетеді, одан кейін көйлекті қайтармай өзі прокатқа беріп жүрген. Біздің ең өтімді, ең сұранысқа ие деген көйлегімізді бір қыз бір ай бойы прокатқа беріп жүрген. Бізде басында әрине жаңағындай команда дұрыс болған жоқ, тек екеуміз ғана бастадық деген секілді. Одан кейін біз юрист таптық, командамыздың қазір юристі бар командамызда. Сол кісі бізге клиентпен арадағы барлық келісім шартты жасап берді. Яғни клиент көйлекті жыртып алса, жоғалтып алса, немесе ұрлап кетсе, ол бізге міндетті түрде жаңағындай штраф төлейді. Сол секілді келісім шарттар жасалды. Одан кейін юристіміз арқылы сондай көйлегімізді өте көп жағдайлар болды, ұрлап кететін адамдар болды. Сондықтан оның барлығы уақыт өте келе шешілді. Қазір ондай клиентпен өте қатты проблема жоқ арамызда. Себебі барлығы келісім шартқа бірден отырып аламыз. Ерлі зайыпты болып жұмыс жасаудың қандай бір артықшылықтары бар? Егер дұрыс адам бір-бірімен келісе алса, онда жұмыс жасау қиын емес деп ойлаймын. Яғни әрбір міндетті бөлісіп, яғни біреудің жұмысына араласпайтын, бас сұқпайтын болса, онда жұмыс жасауға болады. Бірге жұмыс жасау, білмеймін, менің ойымша тек қана бізге пайдасын тигізіп келе жатыр, отбасы болғандықтан. Үйде де, жұмыста да бірге болғаннан кейін біз көбірек жұмыс жасаймыз басқалардан, яғни біз жұмысқа келіп жұмыста ғана емес, үйде де әрдайым осы кәсібіміз туралы идея келеді, қалай дамытамыз деген секілді отбасы болып кәсіп жасау. Жұмыста да жұмыс жасаймыз, үйде де жұмыс жасаймыз дейсің ғой? Иә. Жоспар ары қарай, Шынар, Ердәулет жоспарларын осы дүкенді алдағы уақытта қандай деңгейде көргілерің келеді? Немесе басқа да салада, басқа да бір жоспарларың бар ма? Сол жайлы кішкене айта кетсеңдер. Біздің жоспарымыз жақын арада осы салонымызды үлкейту, яғни екінші салонымызды қазір бастап жатырмыз. Осы көктемге қарай ашылуын жасасақ деген ойымыз бар. Ол саланы біз Түркиядан кішкене білім жинап келдік. Түркияға барған кезде үйреніп, біз Қазақстан бойынша ең үлкен салонды ашқымыз келеді. Яғни сол орталықта барлық көйлектердің түрлері қарастырылған, сол орталықтың ішінде арнайы химчистка, арнайы ателье, барлығы бір орталықта тоғыстырып, кәдімгідей прокат центрін жасағымыз келеді. Яғни түріктердегі секілді әр этажда жеке клиентпен жұмыс жасалатын болады. Барлығы дамыған түрде, яғни қазіргіден де жақсырақ салон ашқымыз келеді. Жоспарымыз сол. Ол 2 қабатты орталық болады. Бірінші қабатында ұзату мен свадебный көйлектер болады. Екінші қабатында осындай вечерный көйлектер болады. Сосын ол орталықта біздің жаңағы Шынар айтқан химчисткамыз, ательеміз болады. Яғни прокатқа берген соң көйлек ремонтқа кейде ремонт керек болады. Соны ательемізде жасаймыз. Сосын тойға келген тойға баратын кісілерді біз өзіміздің мейкап студиямыз болады. Соның ішінде қазір жасап отырмыз. Яғни келген қонақты укомплектованный қылып шығарып салуға мүмкіншілік жасаймыз. Барлығын бір жерден. Яғни бізге клиент келсе, біз ол клиентке тек қана көйлек қана емес, көйлекпен бірге қолына ұстайтын неше түрлі клатч, сумочкалар болады. Ол да беріледі. Көйлекке диадема таққысы келсе, корона таққысы келсе, ол да беріледі. Одан бөлек макияж, прическаның барлық түрлері жасалады. Қазірде бізде ондай услуга қызмет түрі бар. Және де сол орталықта өзіміздің жаңағы производствомыз дедік қой, көйлегімізде тігіле береді, көйлектеріміз тігіледі. Тамаша. Қараңыздар, жап-жас жігіттер мен қыздардың, осындай жігіттер мен қыздар айналып кетейін дейсің, жоспарлары кішкене емес, үлкен жоспарларды жоспарлап, алдарына мақсат қойып, соған көздері жанып, жетуге деген құлшынысы, ықыласы кәдімгідей жүздерінен көрініп отырған осындай жігіттер мен қыздардан айналып кетейін дейсің. Осындай жігіттер, қыздар көп болсын, сол кезде Қазақстанның экономикасы көтеріледі, сол кезде Қазақстанның әл-ауқаты көтеріледі, сол кезде Қазақстанның өндірісі
пайда болады? Бұдан бөлек біздің жалпы жоспарымыз Қазақстанға біздің франшизаларымызды шығарып, серіктестер іздестіріп жатырмыз қазіргі таңда. Яғни жаңа Шынар айтты ғой, біз өзіміздің линиямызды, яғни өзіміздің өндірісімізді шығарғымыз келеді деп. Яғни Қытайдың рыногы болсын, Түркияның рыногы болсын, ол қазақтарға деп арнайы тікпейді ешқайсысы. Олар өздерінің жаңағы Ресейге, СНГ-ға, немесе жаңағы Африкаға өздеріне тігеді. Дәл солай Қытайда солай, Европаға, Америкаға деген сияқты, өз ішкі рыногына деген сияқты. Біз сол больді түсініп, қазақтарға өздеріне осындай бір өнім керек екенін түсіндік. И біз оны рынокқа жіберіп көріп едік, оған спрос өте жоғары болды. Қазіргі таңда бізде тігіліп жатыр, біз бірнеше көйлек уже тіктік. Енді өзіміздің линиямызды осы Алматыда шығарайық деп едік. Бұған дейін біз Шымкентте тіктірген болатынбыз. Енді өзіміздің орталықтан бәрін жасап, өзіміз тіккіміз келеді. Енді жаңа франшизаға байланысты. Егер Қазақстанда осындай әлі бастаған жоқсың ғой, әлі ешкіммен де? Бастадым. Келіссөздер уже 3 қаламен келіссөз жүргіздік уже. Ақтөбе, Қызылорда, Шымкент. 3 қаламен келісіп сөйлестік. 3 қалада уже сіздердің өкілеттіктеріңіз бар. Сіздерден сатып алады. Белгілі бір көтерме бағада, оптым бағада, иә? Сосын не істейді, олар өзінің прокатын жалғастырады. Иә, біздің атауымызбен, біздің товар барлығы бізден болады. Сіздердің брендпен, сіздің жарнамаңызбен. Біз бірінші кезекте былай ғой. Материалдар. Бірінші стартапқа біз осы рыноктағы ең сұранысқа ие өтеді деген 15-20 көйлек береміз. Сосын ол 15-20 көйлекпен айландырып жұмысын жасағаннан кейін, табысын таба бастағаннан кейін, оған әр ай сайын негізі рынок өзгеріп отырады, әр ай сайын жаңа новинкалар шығып отырады. Соған қатысты біз новинкалар жіберіп отырамыз, ұсынып отырамыз. Сол кезде ол кісілер өздеріне қалағанын, ұнаған рыноктағысын алып отырады. Тамаша. Мен қарап отырғанда, жігіттер, қыздар, уже Ердәулет, Шынар екеуі нарықты толыққанды 2 жыл бойы зерттеген, жастарға, қыздарға қандай көйлек ұнайды, ұнамайды, соның бәрін білген уже. Осы өзі айтып отырғанда жаңа 10-15 көйлекті нақты мынау толыққанды кепілдікпен алады деген көйлекті жаңағы басқа қаладағы қызығушылық танытқан бірге серіктес боламын деген жігіттер қыздарға береді осы көйлекті, жаңағы көйлектерді. Сол дайын басын қатырмай ол кісілер не істейді, ары қарай кәсібін, саудасын жүргізеді. Яғни жалға беруін жалғастырады. Оларға міндетті емес уже Ердәулеттердің 2 жыл бойы жүрген жұмысын жолын өтеу. Тек қана дайын күйде Ердәулеттерден алып, көйлекті жалға беру жалғастыра береді. Оның үстіне Ердәулет пен Шынардың брендіне, Shine деген брендімен жарнамасын барлығы түгел барлығы брендті өздері жүргізіп отыр. Сол брендін қолдану арқылы өзінің кәсібін жүргізіп, өзінің табысын тауып кетуге де мына жерде үлкен мүмкіндік бар. Егер осы саламен айналысқысы келетін қыздар болса, жігіттер болса, қызығушылық танытқан қыздар, жігіттер болса, тікелей біз бүкіл Ердәулеттің, Шынардың данныйларын, контактілерін бәрін қалдырамыз. Мына жерге Инстаграм бәрін жазып көрсетеміз. Байланысыңыз, дәретке шығыңыз, звондаңыз, WhatsApp-дан жазыңыз. Сізде Ердәулет пен Шынардың жасап отырған кәсібінен үйреніп, кәсібін сіздерде дәл осылар секілді кәсіп жасауға толыққанда мүмкіндік бар. Солай ғой Ердәулет? Қандай кепілдік бере аласың қазір? 10-15 көйлекті алып бастағаннан кейін олар айына қанша теңге табысына шығуына кепілдік бере аласың? Біз яғни 20-ға жоқ көйлек береміз деп отырмыз, 15 пен 20-ның аралығында. Біз қай кезде қандай көйлек жүретінін білетін болғандықтан, ол адам өзі айтады, мен міне қыс уақытында, көктем уақытында деп өз уақытын қойған кезде, біз оған бастапқы стартапқа товар береміз. Яғни сол товарды айналдыра отырып, одан бөлек бізден өзіміздің видео, фото материалдарымыз беріледі. SMM жағынан, финансовый жағынан, юридический жағынан көмектер беріледі. Яғни клиентпен арадағы жаңағы договор, келісімшарт, сотрудниктармен келісімшарт деген секілді барлық бізден барлық көмектер берілетін болады. Адамның бір жағынан өзіне де байланысты, ол кісінің
кәсіптің қалай жұмыс істейтініне де байланысты. Бірақ та қазіргі таңда ең сұранысқа ие кәсіп ол осы прокат, және де әйелдерге арналған кәсіптердің жүруі де тез. Тем более, егер де ол кәсіп тойға және де әдемілікке қатысты болса, ол одан сайын тезірек жүретін кәсіп, негізінде тезірек айналатын кәсіп. Себебі әрбір әйел өзінен аямайды, ол ең әдемі болып барғысы келеді. Сондықтан да біз 30 көйлекпен миллионнан аса қаржы тауып отырдық, 1.500.000-ге дейін қаржы таптық, 30 көйлекті айналдыру арқылы ең басында. Сондықтан ол адамдарда, басқа региондарда, мысалы батыс жақтарда, Алматыдан қарағанда баға әлде қайда жоғары. Оларда 2 миллионға жоқ, сол 20 көйлекпен 2 миллионға жоқ табыс табуы мүмкін. Әрине негізі адамның өзіне де байланысты, өзінің құлшынысына да байланысты. Яғни айтқанды бірге бір орындап, жалқаулық танытпай істейтін болса, кемінде 500 мың, миллион теңге табыс табуға шығуға болады. Себебі бізге көмектескен ешкім болған жоқ. Біздің өзіміздің құлшынысымыздан басқа. Біз мысалы күні түні жұмыс жасадық осыған жету үшін. Ал ол адамдарға біз барлық жаңағы товар алатын орындарымызды көрсетеміз. Түркиямен байланыс, өзіміздің производство, барлық жолды ашып береміз. Сондықтан біз өткен қиындықтан олар өтпей, біздің қазіргі тұрған дәрежемізден бастап кетуге мүмкіндік бар. Яғни бізден барлық көмектер көрсетіледі. Бастап қаржы салу керек па? Бір жарна бар ма? Салатын көйлекті алғанға. Бізден көйлек тегін беріледі. Яғни франшизаның суммасына ол нәрсе кіреді, көйлек тегін беріледі, және де ең басты біз олардың қаласына барамыз. Яғни оның ашуына, салон таңдауына, салонның ішін жасауға ең басты командаға обучение өткіземіз. Сосын бізде андай артықшылығымыз бар, екі бөліп беру қарастырылған. Біріншісін, яғни ол бірінші бізге франшизаның бағасы кіреді, сосын қалған суммасын рыноктан алып өзінің ақшасын айландырып болған соң, кетті 4-5 жүргеннен кейін сонда рыноктан алып береді деп жоспарлап отырмыз. Франшиза қанша? Франшизаның бағасы әр регионға байланысты. Мысалы, халық саны көп, рынок үлкен, спрос бар жерлерге сәл бағасы қымбаттау болады. Ал енді халық саны аз, рыноктың спросы орташа болған жердің, соответственно, бағасы сәл төмендеу болады. Франшизаны біз не үшін бүкіл Қазақстанға сатып жатырмыз? Ол санын сату арқылы біз олардың да жұмыс жасап кеткені бізге тиімді болып тұрды. Себебі біз олардың жұмыс жасап кету үшін бүкіл күшіміз салатын боламыз да. Тиімділігі неде? Тиімділігі біз өзіміздің линиямыз шығарамыз жатырмыз, өндірісімізді. Сол өндіріс шығарған соң біз оларда біз сатып, оларда өзінің рыногынан табыс тауып, қазақтың менталитетіне сай келетін жаңағы заманауи көйлектерді, ұзатуға арналған көйлектерді сөйтіп ұсынғымыз келеді. Сол арқылы біз дамып, Қазақстан дамып, баршаның дамығанын қалаймыз. Біз себепші болғымыз келеді сол нәрсеге. Керемет, осы уақытқа дейін негізі мен толыққанды көңілім толып, қуанып отырмын. Қазақтың жігіттері мен қыздары осындай деңгейге шығып, франшиза сатуға дейін деңгейге шығып жатқандарына. Себебі мен осы уақытқа дейін көріп біліп жүрген франшизалардың барлығы Ресейден, Украинадан, басқа шет елдерден келіп жатады. Қазекеңдер, қаракөз қазақ бауырларым солардан сатып алып жатады. Бұл деген сөз не? Қазақтың ақшасы сыртқа кетіп отыр деген сөз. Ал қазір мен толыққанды көңілім толып отырғаны, қазір өзіміздің арамыздан қаракөз домалақ қазақтардың арасынан, бауырларымыздың арасынан осындай деңгейге жетіп франшиза сатып жатса, бұны енді қуана-қуана қарсы алу керек, қуана-қуана қолдану керек, пайдалану керек осындай мүмкіндіктерді. Бұлардың бағасы мен айтпаймын, ресейліктер секілді аспанға ұшып тұрған баға деп. Қолжетімді баға әрине. Байланысып, келісіп, өздеріңіздің бағаларыңызды басқа толыққан жолдың бәрін көрсетіп беріп отыр, жазылып тұр, не істеп не қойыр екені. Жазылатын дүниелердің келісімшарт басқа қағаздардың барлығы дайын күйде тұр. Бренд бар ең бастысы. Тек қана бас қатырмай алып, бірге бір жасау арқылы кәсіпті бастап кетуге болады. Оның үстіне сен Ресейден, орыстан емес, қазақ бауырларымыздан қаракөз сенімді өзіміздің қазақ қандастарымыздан болсын. Кәсіп бастау, кәсіп жасау барған сайын күннен күнге жеңілдеп жатыр. Неке оған септігін тигізіп отырған осындай өзіміздің қарындастарымыз бен інілеріміз. Астарлы ақиқат көрінер ме? Көрдік. Біздің тренингке қатысасыз ба дейді. Ал ол адам, ол мал бағып жүрген адам да, мысалшы тренингтің сөзін мағынасын да түсінбейді ол адам.
бірақ айтады да оған ключевой сөздер айтты: сіз байисыз, сіз бизнесмен боласыз. Кім бизнесмен бол? Бәрі бизнесмен болғысы келеді ол жерде ше. Ахметбек аға, мына жігітті танисыз ба? жоқ. Мен бардым ол тренингқа, бірақ ол тренинг мен жүрегімнен шықпады. Өйткені ол жерде мен энергетиканы сезе алмадым да, жүректен жүрекке қону керек қой адам. Астар ақиқатқа мен сол кезде сол жерде отырсам ғой деген ойда болдым да. Біз екеуміз біз баруымыз керек еді. бірге көрдік та, соны бізге көрсетті, біз бірге көрдік. Сол кезде біз барғанда ғой деген ой келді. Біз шынымен де кейспіз. Ол жерде білмеймін, ол мүмкін өздерінің араларында пиар ма, ойластырылған нәрсе ма, залдағы адамдардың өзі мен ойымша жалданған адамдар секілді. Бұл жерде тренерлерді түсіру мақсатында жасалған секілді. Оған мүлдем келіспейміз. Ағайдан шыққан қаншама біздің таныстарымыз да бар, қазір кәсібін жасап жатқан. Сондықтан мүлдем ол бағдарламаның келіспедік. Сол Ахметбек ағайдан алған білімді біз осы кәсіпте пайдаландық. Егер адам үлкен кәсіп жасаймын деп жатса, үлкен обороттармен отыратын болса, оған міндетті түрде финансовый грамотность керек. Сол жаңағы Ахметбек ағай үйреткен отчет доходов и расходов, ОДР, сол ОДР жасау арқылы біз дұрыс қаржыны басқардық, дұрыс финансовый, дұрыс инвестиция жасадық деген сияқты. Қай уақытта көйлекке салу керек, қай уақытта рекламаға салу керек, соның барлығын. Яғни ақшаны басқара алды дейсіз ғой. Иә, сол Ахметбек ағайдың көрсеткен, үйреткен білімімен біз сол нәрсені осындай деңгейге жетіп отырмыз деп мақтанышпен айта аламын. Тамаша. Менің есімде қалған ең басты ағайдың айтатын сөзі: не істесең де номері бірінші бол деп айтатын. Сол сөзді мен есіме қатты сақтап қалдым. Әлі күнге дейін өз командама да айтып жүремін. Осы саланың номері біріншісі болайық деп, немесе жасамай-ақ қояйық. Егер істесек, тек қана номері бірінші болу керекпіз деген секілді. Және де Ахметбек ағайдан одан бөлек те сенімділік, командамен жұмыс, командаға дұрыс мотивация беру деген секілді берген білімдерін қолданып келе жатырмыз өзіміздің командамыздың ішінде. Одан да бөлек өте көп бизнес бастау арқылы өте көп білім, тәжірибе жинадық. Ағайдың командасында жүріп осындай кәсіп бастауға білім алдым. Ағайдан үйренгенім өте көп. Сондықтан Ахметбек ағайға алғысымыз өте шексіз. Сол кісінің бізге берген білімінің арқасында біз осындай қазіргі таңда екі кәсібімізді аштық. Яғни біз жаңа фотосессияларымызды әрдайым креатив ұсыну арқылы біз басқа прокаттардың да, Қазақстанның ішіндегі нарығындағы прокаттардың, қызметтердің дамуына үлес қосып жатырмыз да. И бір шетінен олар бізге қуып жетіп алады, біз не істейміз, соны қайталап отырғаннан кейін бізге бас қатырып жаңадан бір нәрсе табуға түрткі болып итерме болып жатыр. Сол арқылы біз де дамып, олар да дамып, соны біз дамығасын, олар дамығасын, Қазақстанның да ішкі жағы дамып жатыр деген сөзді. Біз ББО-да оқығанымыз арқылы біз конкуренттарымыздан әлдеқайда артық болып тұрмыз да. Ол кісілер қазіргі нені жаңағыдай біз заманауи, біз өткен, мысалы біз 8 сала өтіп, соны өткеннен кейін оны міндетті түрде қолданасың ғой. Ал ол кісілер жаңағы біз секілді SMM-ді білмейді, біз секілді командамен жұмыс деген нәрсені білмегендіктен, енді әркім естиміз ғой арамызда. Сондықтан да біз олардан 3-4 жылға кейін бастасақ та, қазір біз осы салада номер 1 болып тұрмыз. Барлық Instagram жағынан, танымалдылық жағынан, ассортимент жағынан кімнен сұраса да барлығы осы біздің прокатты айтады. Ал басқа кісілер бізден қараған жастар да үлкен, біз қолданған 8 саланы одан бөлек те енді самғауда үйренген салаларды ол кісілер қолданбайды. Бүгінгі мен сұхбаттан өте мен өзіме риза болып, жігіттерге, қыздарға риза болып, көңілім толып отыр. Себебі жан-жақты жоспарланған жүйелі түрде, системный дейді ғой, сауатты түрде ең бас, сауатты түрде бәрін жасап отыр. Ағайдан алған білімді бірге бір жасап, дұрыс пайдаланып, білу бар, оны жасау бар да, жасау бар. Соны жасап, дұрыс қолданып жатқан жігіттер мен қыздар көріп отырмын. Жан-жан көріп отырмын да. Сондықтан мен өте қуаныштымын. Осындай жастағы жігіттер мен қыздарға кішкентай көрсеткіш емес, өте жоғары көрсеткіш. Сондықтан үлгі алу керек. Жастар үйрену керек. Бірге бір жасау керек айтқанымда. Тамаша. Солай ғой? Солай. Құрметті достар, сіз егер осы видеоны әлі көріп отырған болсаңыз, демек сізде бір үлкен дамуға, өсуге деген үлкен құлшыныс бар деген сөз. Себебі кейбір адамдар клип көріп,
басқа бір уақытын ұрлайтын пайдасыз дүниелерді көріп отыр, ал сіз кәсіпке, жеке бастың дамуына байланысты пайдалы видео көріп отырсыз. Егер осы видеодан шынайы пайда алған болсаңыз, астына плюс қоя кеттіңіз. Тағы қандай видеолар көргіңіз келеді, оны жаза кеттіңіз. Лайк басыңыз. Және де тағы осы видео кімге пайдалы болушы еді, соны ойлап қараңызшы. Сол досыңызға бөлісіңіз осы видеоны. Мүмкін сол досыңызға сізден гөрі көбірек пайдалы болады шығар. Сол досыңыз, сол танысыңыз мүмкін осы кәсіппен айналысып кетеді шығар деген секілді. Мен бүгінгі сұхбатқа, бүгінгі түсірілімге өте риза отырмын. Осындай жігіттер мен қыздар мен қазақтың арасында, қара көз домалақ қазақтарымыздың арасында осындай жігіттер қыздар бар екеніне айтқанда бірге бір істейтін, сауатты түрде істейтін, кәсіби деңгейде істей білетін, оның үстіне сапалы дүниемен адамдарға пайдасы бар дүниемен айналысып жатырған жігіттер қыздардың бар екеніне мен өте қуаныштымын, көңілім толып отыр. Ойлаймын сіздерге де өте ой саларлық видео болды, пайдалы видео болды. Осы видеоның игілігін, пайдасын сіздерде көресіз деген үлкен ой бар, үлкен үмітім бар. Сондықтан келесідегі тағы шығарылымдарға дейін кездескенше жігіттерге, қыздарға мен үлкен тағы бір алғысымды айтамын. Ердәулет, Шынар, үлкен рахмет сіздерге бүгінгі керемет пайдалы сұхбатқа.